Мен Шымкенттің шуағында өскен жалғыз қыз едім. 4 ағам бар, 4-еуі де мені көзінің қарашығындай қорғаштайтын. Үйде дауыс көтерілмейтін, қалағаным алдымнан табылатын. Әкем вахтада жүретін, анам мінезімді шектемейтін. Сол еркелік мені ерте есейтті ме, әлде жалғыз қыз болғаным ба, өзімнен үлкен еркектерге ерте қызықтым. Қатарымдағы қыздар күлкі қуып жүргенде, мен ер адамның сабырын, үндегі салмақты, көзіндегі тоқтауды іздейтінмін. Сол себепті болар, оны алғаш көргенде жүрегім бірден тынышталып қалғандай болды. Даусы байсалды, қимылы асықпайды. Өз жасымды сұрағанда бір сәтке тоқтап қалып, шындықты жасырып айттым. Үлкендіре кетіп, ішімде бір қорқыныш болды. Жасымды білсе, теріс айналама. Оқушы екенімді білсе, жоғалып кетеме. Ол кетпеді. Керісінше күн өткен сайын жиі көрісе бастады. Ол мені қыспайтын. Тек маңдайымнан сипап кейде ернімнен ғана сүйетін. Ал менің ішімде бір от бар еді. Өзіме өзім ие болу күннен күнге қиындай берді. Бірде оның пәтерінде кеш қалдым. Қала тыныш. Терезеден түнгі шамдар жымыңдайды. Сол түні мен өзімді тоқтата алмадым. Жүрегім бұрын соңды болмаған күйге түсті. Содан кейін бәрі өзгерді. Біз бір-бірімізге үйреніп кеттік. Ерлі-зайыптылар сияқты тұрдық. Таңды бірге қарсы алып, кешті бірге шығарып салатын болдық. Үйдегілер білмеді. Анам сұрамады. Әкем үйде сирек болды. Ал мен сол күндерді бақыт деп ойладым. Күндердің күнде таңертең айнаға ұзақ қарадым. Бетіме бір өзгеше рең қоныпты. Әлде өзім ғана сезген шығармын. Ішімдегі әлде бір белгі жүрегімді алаңдатты. Дәрігердің сөзін естіген сәтте құлағым шыңылдап кеткендей болды. Қуаныш па, қорқыныш па, ажырата алмадым. Оған айттым. Ол үнсіз тыңдады да кенет жүзінде бір жарық пайда болды. Бұл тағдырдың сыйы, деді ол жай ғана. Ал менің ойым сан-саққа жүгірді. Мен жаспын. Ел не дейді? Анам не айтады? Не істейміз? Дедім дірілдеп. Сені жалғыз қалдырмаймын, деді ол. Сол түні мен алғаш рет қорықпай ұйықтадым. Оның қолы иығымда жатқандай сезіндім. Ертеңіне ол шешімін айтты. Ауылға барамыз. Заңды түрде. Анам қарсы болды. Қызым, асықпа, деді. Бірақ мен тыңдамадым. Еркелікпен өскен қыздың мінезі бір беткей болады екен. Өз дегенімді жасадым. Ауылға келін болып түстім. Қайын атам мен енем жуас, сөзге сараң адамдар екен. Үй үлкен емес, бірақ ішінен жылу сезілетін. Кешкісін малдың дыбысы, таңертеңгі самал, бәрі бөтен, бірақ тыныш еді. Күйеуім сол ауылда бұрынғыдан да байсалды көрінді. Маған әр қараған сайын көзінде жауапкершілік бар еді. Мен өзімді қорғалған сезіндім. Міне, бақыт осы шығар деп ойладым. Соңғы айлар ауыр өтті. Ішімдегі бала әр қимылдаған сайын жүрегім елжіреп, бір жағынан белгісіз, бір алаң мазалайтын. Түнде жиі оянып кететін болдым. Терезеден далаға қарап отырып, бәрі жақсы болады деп өзімді жұбатамын. Сол түні жаңбыр сіркіреп тұрды. Таңға жуық ішім шымырлап, бір түрлі салқын сезім пайда болды. Үрейленіп ояндым. Күйеуіме сыбырлап айттым. Шыда, жаным, қазір апарамын, деді ол асығып. Киімімді әрең жинап жолға шықтық. Ауыл іші тым-тырыс. Тек көліктің жарығы қараңғылықты қақ жарып бара жатты. Мен ішімнен ғана дұға оқыдым. Сол дұғаның әр сөзі жүрегімнен қан тамғандай ауыр еді. Кенет бәрі өзгерді. Ауыл шетіне жете бергенде қатты соққы болды. Құлағым шыңылдап, көзім қарауытып кетті. Бір сәтке тынысым тоқтағандай сезіндім. Ары қарай не болғанын анық білмеймін. Тек айқай, жарық, біреудің даусы. Көзімді ашқанда аурухананың суық иісі сезілді. Қасымда бөтен адамдар. Ал оның орны бос еді. Дәрігердің көзіндегі аянышты көргенде жүрегім бәрін түсінді. Ол қайтып келмейді екен. Ұлым көрмей кетті. Сол сәттен бастап менің ішімдегі жарық сөнді. Бала жылап туды.
Оның үні өмір мен өлімнің арасынан шыққандай әлсіз еді. Құшағыма алған сәтте жүрегім екіге бөлінді, бірі ана, бірі жер. Сол екі сезім бір-бірімен арпалысып, жанымды қақ айырып тұрғандай болды. Оны көрмей кеткен әкесін ойладым. Егер тірі болғанда, деген ой миымды тесіп өтті де, ары қарай ойлауға дәтім жетпеді. Жерлеу тез өтті. Ауыл адамдары келіп кетіп жатты. Біреу жылап, біреу жұбатып, біреу жай ғана қарап кетеді. Ал менің көзімнен жас шықпады. Жанарым кеуіп қалғандай. Сүтім де шықпады. Дәрігерлер жүйке деді. Ал мен ішімнен білдім, жүрегім мұз болып қатқан. Күйеуімнің киімі ілулі тұрды. Кейде соған қарап тұрып, қазір кіріп келетіндей сезімге алданатынмын. Түнде жастықты құшақтап жатып, оның иісін іздеймін. Бірақ ештеңе қалмаған. Балам ғана тірі еді. Оны кеудеме басқанда, мен үшін ғана емес, әкең үшін де өмір сүруің керек деп сыбырлайтынмын. 40 күн қалай өткенін аңғармадым. Күн мен түннің арасы бірдей қараңғы еді. Үйдің іші бұрынғыдай емес, дыбыс бар, бірақ жылу жоқ. Адамдар кіріп шығып жүр, ал мен солардың арасынан өзімді таппаймын. 40 берген күні ауыл тағы да жиналды. Енем босағада отырып, жылап-жылап қалжырап қалған. Немересін құшақтап маңдайынан иіскеп қояды да қайтадан еңіреп жібереді. Ұлымның көзі ғой дейді. Мен үндемедім. Үндемесем де, ішімде бір түйін бар еді. Сол түйін күн өткен сайын қатайып бара жатты. 40-нан кейін төркінім келді. Ағаларым үнсіз. Анам ғана сөз бастады. Қызым әлі жас. Оқуы бар. 100 күнін өткісін, алып кетеміз деді. Бұл сөз енеме ауыр тиді. Немеремді қайда апарасыңдар? Әкесінің жұрты бар емес пе? Деп даусы дірілдеп шықты. Екі жақта дұрыс айтып тұр. Ал менің даусым жоқ еді. Өз тағдырым туралы өзгелер шешіп жатқандай сезіндім. Бір жағы өз үйім, бір жағы үйреніп қалған босаға. Түнде баламды тербетіп отырып ойға баттым. Қайда барсам да жесірлігім бірге барат деген ой жүрегімді қарып өтті. 40-нан кейін көп ұзамай ол келді. Әскер киімін шешіп қарапайым киіммен кіріп келгенде үйдің іші бір сәтке тына қалды. Күйеуіме қатты ұқсайтынын сол кезде ғана байқадым. Бойы сымбатты, иығы кең, жүзі сабырлы. Көзінде қайғы бар, бірақ жасын сыртқа шығармайды. Енем оны көре сала еңіреп қоя берді. Ағаңның орны бөлек еді ғой деді өксіп. Ол басын төмен салды. Маған көзін тіккен жоқ. Сәлемін алып үнсіз ғана бұрышқа отырды. Сол үнсіздік мені мазалады. Үнсіздіктің ішінде бір ауыр тыныс бардай. Кешке қарай үй іші босап қалды. Балам ұйықтап қалған. Енем ас үйде. Ал біз бір бөлмеде екі жақта үнсіз отырдық. Пештің оты маздап жанып тұр. Сол оттың жарығы оның жүзін анда-санда айқындап қояды. Қалайсың? Деді ол ақыры. Даусы күйеуімнің даусына тым ұқсас шықты. Жүрегім шым ете қалды. Өзімді ұстап. Шүкір дедім қысқа ғана. Сол сәтте көзіміз түйісті. Ұзақ емес, бірақ жеткілікті. Екеуміз де тез көзімізді тайдырдық. Ұят па, қорқыныш па, білмедім. Тек жүрегім бір түрлі соғып кетті. Түнде ұйықтай алмадым. Баламның тынысын тыңдап жатып, ойым сансаққа кетті. Неге оның келгені мені бұлай мазалат деп өз-өзіме сұрақ қойдым. Бірақ жауап таппадым. Ол үйде жүрген сайын, менің ішімде бір арпалыс басталды. Бір жағында жесірлік, адалдық, ел сөзі. Екінші жағында тірі жанның жылуға мұқтаж жүрегі. Мен сол екі ортаның ортасында қалдым. Тағдыр ғой. Әмеңгерлік ата салт. Бірақ бәрібір ең ауыр сөз. Ол айтта емес, ақтауда емес. Тек үкімсіз үкім. Мен бұрынғыдай жыламадым. Көз жасымда шаршаған сияқты. Ішімде бір ғана ой қалды. Мен енді өз өмірім үшін ғана жауаптымын. Қайным енді күйеуім деп айтуға ауыз бармайды. Үнсіз, бірақ тірек болды. Қатты сөйлемейді.
Қатты қимылдамайды. Мені бұрынғы қыздармен салыстырмайтынын сеземін. Сол үшін де оған ішімнен алғыс айттым. Кей түндері бәрібір ұйқы қашады. Бұрынғы құшақ еске түседі. Бірақ ол сағыныш енді жанды өртемейді. Тек естелік болып тұрады. Мен өзімді алғаш рет кешірдім. Жастығымды, қателігімді, арманымды. Жыл өтті. Сосын тағы бір жыл. Мен өзгердім. Күле бастадым. Күнге қарай жүретін болдым. Бақыт дегеннің бір ғана түрі болмайтынын енді түсіндім. Біреу үшін ол махаббат. Біреу үшін бала. Ал мен үшін ол аман қалу болды. Кейде түнде далаға шығып аспанға қараймын. Жұлдыздар сол қалпы. Ал мен басқадамын. Мен сені сатпадым деймін ішімнен марқұм күйеуіме. Мен тірі қалдым. Бұл сөз ақталу емес. Бұл мойындау. Өмір мені аямады. Бірақ мен де өмірден қашпадым. Енді мен әлсіз қыз емеспін. Мен қаралы түндерден өткен әйелмін. Соңы